Қазіргі таңда кейбір топтар тарауық намазын 20 рәкат оқу дұрыс емес. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тарауық намазын 8 рәкаттан артық оқымаған деген пікірді ел арасында жайып жүр. Тіпті абақтыда отырған намаз оқитындардың арасында осы үшін үлкен тартыс болған көрінеді. Тарауық намазы 20 рәкат па, жоқ әлде 8 рәкат па? Осыны шариғат тұрғысынан талдап берсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тарауық намазының кей күндері мешітте жамағатпен оқыған. Бірақ ешбір сахих хадисте тарауық намазының нақты рәкат саны айтылмаған. Омардың радиаллаху анханың заманында 30 күн оразада тарауық намазын мешітте жамағатпен оқу бір жүйеге келтіріліп 20 рәкат оқылды. Сол күннен бүгінге дейін мұсылман үмметінің шығысы мен батысы, яғни күллі ислам әлемі оны 20 рәкат етіп оқып келеді. 4 мазхабта да тарауықтың рәкат саны 20, тек Малики мазхабында 20 рәкат деген негізгі үкімнің жанында 36 рәкат деген де көзқарас бар. Ғалым Ан-Нафрауи тарауық намазының рәкат санына байланысты келтірілген көпшілік ғұламаның дәйектерінің қуатты екенін, әрі Малики мазхабын ұстанатындардың да бұған қосылатындығын айтады. Малики мазхабының көрнекті ғалымы Ад-Дарди тарауық намазы құптан намаздан кейін 20 рәкат оқылады. Үтірден басқа әр 2 рәкаттан кейін сәлем беріледі. Рамазанның әр күні бір пара Құранды 20 рәкатқа бөліп, Құранды бастан аяқ бұл айда бір рет хатым ету мұстахаб деген. Ибн Хажар Айтами Малики мазхабындағы тарауық намазының 36 рәкат болуының негізін былай деп түсіндіреді. Мекке халқы тарауықтың әрбір 4 рәкатынан кейін Қағбаны тауап жасайтын еді. Мадинадағы мұсылмандар тауап жасай алмайтын болғандықтан, оның орнына қосымша 16 рәкат намаз оқыған. Ханафи мазхабында да тарауық намазының 20 рәкат екенін мұстахаб машһүр ғалымы Сарахси тарауық намазы үтірді қоспағанда 20 рәкат десе, Касани тарауық намазының мөлшері 10 сәлемнен тұратын 20 рәкат 5 тарауиха. Бір тарауиха 2 сәлемнен тұрады. Намаздың рәкатына байланысты бұл көзқарас жалпы ғұламалардың таңдауы деген. Ибн Абиден де тарауық намазының 20 рәкаттан тұратын, әрі көпшілік ғұламалардың осы көзқараста екенін, тіпті ислам үмметінің батысы да, шығысы да осыны іс жүзінде ұстанатын білдірген. Шафиғи мазхабының атақты ғалымы Имам Ан-Науаи мазхабымызда тарауық намазы 20 рәкат оқылады. Үтірден басқа әр 2 рәкаттан кейін сәлем беріледі. 20 рәкатта 5 тарауиха бар. Бір тарауиха 2 рәкат сайын сәлем берілетін 4 рәкаттан тұрады. Міне, бұл біздің мазхабымыздың көзқарасы. Бұл көзқарасы Абу Ханифа мен оның ізбасарлары Ахмед ибн Ханбал, Абу Дауид және басқа да ғалымдар ұстанады деп. Шафиғи мазхабында тарауықтың 20 рәкат екенін айтқан. Ханбали мазхабының үлкен ғалымы Ибн Қудама Абу Абдуллахтың Ахмад ибн Ханбал таңдаған көзқарасы бойынша тарауық намазы 20 рәкат. Бұл көзқарасты Саури, Абу Ханифа, Шафиғи да ұстанады деп, Ханбали мазхабында да тарауықтың 20 рәкат екенін білдірген. Иә, тарауық намаздың рәкат саны 4 мазхаб бойынша да 20 рәкат екені және мұсылман үмметінің мұны іс жүзінде орындағанын байқадық. Тарауықтың 20 рәкат болуының дәлелдері мынадай. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның аузынан тарауықтың рәкат санының 20 екені яки 8 екенін білдірген ешбір сахих хадис жоқ. Ендеше бұл жерде сахабалардың іс жүзінде тарауық намазын қалай оқығандығы негізгі дәлел болуға тиіс. Олай дейтініміз, барша сахабалардың іс жүзінде тарауықтың рәкат мөлшеріне байланысты белгілі бір санды таңдауы кездейсоқтық яки бидғат емес. Керісінше олардың бұл мәселеге байланысты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның берген қандай да бір үкімін біліп шығарған тұжырымдары. Яғни, олар белгілі бір санды ойдан шығаруы мүмкін емес. Тарауық намазы Омардың радиаллаху анханың заманынан бастап жамағатпен 20 рәкат етіп оқыла бастаған. Язид ибн Руман Омардың радиаллаху анханың заманында мұсылмандар тарауықты үтірді қосқанда 23 рәкат етіп оқитын деген. Абдур Рахман Абну Абдил Қари
Омармен бірге Рамазанның бір түнінде мешітке бардым. Әркім жеке-жеке әр жерде намаз оқуда. Адамдар шашыраңқы. Жеке намаз оқып жатқанның артына келіп басқа бір топ адамдар үйіп жатыр. Мұны көріп, Омар радиаллаху анха адамдардың бәрін бір қаридың артына жинаған дұрыс-ау, деді де Убай ибн Каабты имам етіп, жамағатты оның артына ұйытты. Сосын басқа бір түні мешітке Омар мен радиаллаху анхамен бірге бардым. Адамдардың бәрі бір қариға үйіп тұр. Мұны көрген Омар радиаллаху анха бұл қандай жақсы бидғат деді, дегенін жеткізді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам заманында мұсылмандар Рамазанның әр түнде жамағат болып тарауық намазын мешітте оқымайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бастапқы кезде бірнеше күн тарауық намазын мешітте оқыса да, кейіннен мешітте оқымаған әрі тарауық үшін мешітке жамағатты жинамаған. Абу Бәкірдің радиаллаху анханың заманында да солай болған. Кейіннен Омар радиаллаху анха жамағаттың бәрін бір имамның артына жинап, тарауық намазын күнде мешітте өткізу үрдісін қалыптастырған, әрі рәкат санын 20 рәкат еткізген. Омардың радиаллаху анханың бұл ісіне, яғни тарауықтың күнде мешітте жамағатпен 20 рәкат ретінде оқылуына ешбір сахабаның қарсы шықпағандығы, олардың бұл мәселеге байланысты пайғамбарымыздың берген қандай да бір үкімін білгендіктерінде. Омардың радиаллаху анханың қолға алған ісіне қолдау көрсетуі сахабалардың ислам заңдарының негізі бойынша ижмах болып есептеледі. Ал ижмах Құран, сүннет секілді шариғатымыздың негізгі дәлелдеріне жатады. Бұған қоса Ибн Аббастан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Рамазан айында 20 рәкат тарауық намазы мен үтірді оқығандығы риуаят етілген. Тарауықтың рәкат санына байланысты келген бұл риуаят әлсіз болғанмен, сахабалардың фихли ижмағы мен барлық сахабалардың тарауықты іс жүзінде 20 рәкат оқуымен болған ижмақ қуаттанып отыр. Айша анамыздың Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның түндерінде мол намаз оқитын еді делінген риуаяты мен сахабалардың және көпшілік мәзһаб ғұламаларының тарауықты 20 рәкат оқығандығы жоғарыдағы Ибн Аббастан риуаят етілген хадистің дұрыс екендігіне қуатты дәлел. Ал енді тарауықтың 8 рәкат екендігін ұстанатындардың дәлеліне келер болсақ, тарауықты 8 рәкат дейтіндердің негізгі дәлелі Айша анамыздың Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның Рамазан айында және одан басқа айларда да 11 рәкаттан артық намаз оқымайтын еді деген риуаяты. Бұл риуаятты Айша анамыздан жеткен Рамазан айы кірісімен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам түрі өзгеретін әрі намаз көп оқып, жаратқанға қатты жалбарынушы еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа уақыттарда көрсетпеген қажыр қайраты мен ырзахатын Рамазан айының соңғы 10 түнде көрсететін еді деген хадистермен топтастырып қараған уақытта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында және одан басқа айларда да 11 рәкаттан артық намаз оқымайтын еді деген жоғарыда келтірілген риуаяттың тарауық намазы емес, түнгі тахаджуд намазына қатысты екен байқаймыз. 11 рәкаттың 8 рәкаттың тахаджуд, ал қалған 3 рәкатын Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның соңғы оқыған намаздардың үтір намазы болсын деген ескере отырып, үтір намазы деп түсінген жөн. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дерек көздер Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл. Күрделі діни сауалдарға жауаптар» атты кітабының 1-ші томынан алынды.